Мүлік пен көліктің иесі салық төлеуге міндетті. Мүлік салығы 1 қазанға дейін, көлік салығы 1 сәуірге дейін төлену керек. Егер бұл туралы ұмытқан болсаңыз, салық органдары салықтық берешек қалыптасқан күннен кейін 20 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде арнайы хабарлама арқылы сіздің есіңізге салады. Берешек сомалары борышкерлерге Каспий банк және Халық банкі мобильді қосымшалары арқылы пуш хабарламалар түрінде жіберіледі. Хабарлама алғаннан кейін 30 күннің ішінде салықтық берешегіңізді төлемесеңіз, жеке сот орындаушыларына салық бойынша берешекті өндіріп алу үшін салықтық бұйрық жолданады. Бұл жағдайда борышкердің мүлкін қолдануға тыйым салу, бұғаттау және борышкер өз мүлкін пайдалану мен қолдану құқығынан шектеу шаралары қолданылады. Борышкерлерге шетелге шығуға шектеу қойылады. Бұл ретте жеке сот орындаушының жұмысы үшін төлем борышкердің есебінен төленетініне назар аударамыз. Ол берешек сомасының 3-тен 25-ке дейінгі пайызын құрайды. Берешек туралы мәліметтерді е-салық азамат мобильді қосымшасында egov.kz сайтында, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің қосымшасында көруге болады. Ақшаңыз бен уақытыңызды үнемдеп салықтарды уақытында төлеңіз.